Motorola. Bill Motorola шығарған бұл үшінші смартфон. Бүгінгі видеода Motorola Edge 40 Neo. Негізі бұл бюджеттік нұсқа, бірақ нашар деп ойламаңыз. Motorola Edge 40 деген ағасы бар. Бұлардың адаптері, камерасы және дисплейі ұқсас. Сонымен Motorola Edge 40 Neo жақтауы пластиктен жасалған, смартфонның артқы жағы былғары. Егер саған былғары ұнамаса, акрилді материалда болады. Келесі артықшылығы ол суға шыдамдылығы IP68 стандартымен жасалған, яғни судан қорықпайды. Диагоналі басқалардан кішірек, 6,55 дюйм, ол қолға ыңғайлы етіп жасаған шығар. Ал экран жаңаруы жиілігі 144 Гц. Бірақ аккумуляторы жылдам отырмас үшін өзгеретін экран жаңаруы жиілігін қойғаныңыз дұрыс. Мысалы 60 Гц. Экран шеттері дөңестелген, әдемі көрінеді. Дыбыс жағынан Edge 40 Neo'да стереодинамик, музыкасы қатты шығады. Бірақ бастары аздау. Блоктан шығару үшін саусақ сенсоры әлі дисплейде. Көбісі басты батырмаға орнатса, бұлар әлі дисплейдің астында орнатқан. Бірақ өте төмен орналастырған сияқты, ыңғайсыз. Смартфон екі түрде болады, ішкі жады 128 және 256 гигабайт. Ішкі жадын артық жасай алмайсыз. Жалпы смартфон баптауларын туралы көбірек білгің келсе, бұнда Moto деген приложениесі бар. Сонда бәрі көрсетілген. Тағы бір жақсы приложениесі бар, Moto Ready 4. Сіз смартфонды телевизорға немесе мониторға қоса аласыз, дербес компьютер сияқты жұмыс істеуге болады. Керемет қой. Процессор туралы тыңдаңыз. Mediatek Dimensity 7030. Бұл орташа процессор. Оның операциялық жады 5 гигабайт. Салыстыру үшін Samsung A35 немесе Samsung A55 пен бірдей десе болады. Егер тротлинг тест арқылы қарасаңыздар, нәтижесі жаман емес, 80%-тен төмен түспеді. Аккумулятор туралы сөйлессек, ал ол бұл смартфонның кемшілігі десе болады. 5000 мАч болса да, басқалардан жылдам отырады. Бірақ қорабында 68 ваттық адаптері бар, жарты сағатта 80% толады, ол жылдам негізі, ал толық толтыру үшін 50 минут қажет. Ал енді камераға келсек. Негізгі камера 50 мегапиксель және кең бұрышты камера 13 мегапиксель. Motorola Edge 40 Neo екі камерасы бар, қарапайым Edge 40-та да сондай. Суреттерде көп бөлшектері көрінеді және динамикалық диапазоны кең, сол үшін фото контрастты болады. Портретті фотоларда жаман емес. Бірақ кішкентай бөлшектер көрінбейді. Қараңғыда фотоға түсірсең, өзі түнгі режимге ауысады. Суреттері жақсы шығады, динамикалық диапазоны кең. Көлеңкелері де көрінеді. Фотода түстер көп, бірақ түнгі режимді алып тастасаң да болады. Суреттер әдемілеу шығады. Бірақ қараңғы жерлер көп болады. Видео түсіргенде 4К етіп түсіре аласың. Видео анық және көп бөлшектерді қамтиды. Бірақ түстері аз болғандықтан видео нашарлау сияқты. Негізгі камераның жақсысы стабилизациясы бар. Бірақ қай объектке фокус алу керек, содан тупит етіп қалады. 4К видеоны қараңғыда түсірсең де болады. Түстері әдемі, объекттер анық болады. Ал енді кең бұрышты камера. Кең етіп түсірсең де болады, немесе макрокамера етіп қолдансаң болады. Кең бұрышты камерамен түнде түсірме. Бөлшектердің түстері анық, әдем болады. Қорытындылайтын болсақ, Motorola Edge 40 Neo біраз артықшылықтары бар. Одан қымбат смартфондарда сияқты. Ол жеңіл, алы дисплей бар, бірақ минустар жағынан аккумуляторы ұнамады. Ал егер сол аккумуляторға көз жұмсаң, онда бұл смартфонды алуға болады. Бұл смартфонның қатарында іздесең, ол Samsung Galaxy A54 немесе Redmi Note 12 Pro. Не ойлайсың бұл смартфон туралы? Комментарийге жаз.